Маған бейтараптылық деген бірден ұнап қалды. Негізі мен журналистиканы оқымаған адаммын. Мен журналистиканы бір күнде журфактың есігін ашпағанмын. Сонда маған осы бейтараптық деген бірден ұнап қалды. Өйткені себебі оның алдында мен Қазақстан ұлттық энциклопедиясында жұмыс істедім. 6-7 жыл жұмыс істедім. Сонда екінші томнан 9-шы томға шейін қатыстым және өзім жауапты хатшы болдым. Энциклопедияда стилінің өзі сондай тұғын, бейтарап. Ол жерде пропаганда, агитация деген жүрмейді. Нақ не бар, не жоқ, соны теріп жаза салады болды. Маған ол сіңген нәрсе. Азаттыққа барған кезде маған сол өте бір қолайлы бола кетті да. Бейтарап деген өте жақсы екен. Ол негізінде өте жақсы негізі ше. Журналистің қауіпсіздігіне де жақсы. Сіз ешкімнің сөзін сөйлемейсіз. Ешкім сіз жек көре де алмайды. Мысалы, мен айтты, сіз тұрасыз, мен қатысым жоқ дейсіз да, мысалы, сіз не айтып жатсыз, жазасыз бере саласыз. Маған осы нәрселер ұнады. Осындай бейтараптық сақтап жұмыс істеу журналистің тәуелсіздігіне де әсер етеді екен. Егер бір жақтың сойылын соғып жүрген болсам, онда маған айтады, сіз білеміз ғой кімнің сойылын соғып жүргеніңізді. Сондықтан осы әдіс көбірек ұнады.